Баршаға қазақстандықтар көріп сақ болсын. Сәлеметсіздер қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз кезде арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. Жаңбыр бұршақ 3 градус үсік 15 мамырда ауа райы болжамы жарияланды. Оңтүстік циклон және олармен байланысқан атмосфера фронталды бөлімдер Қазақстан территориясының басым бөлігіне өз әсерін сақтайды. Найзағай мен жаңбыр, шығыс пен орталықта қатты жаңбыр, бұршақ дауыл болжанады. Тек еліміздің солтүстігі, оңтүстік батысы мен оңтүстік шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі түнгі және таңертең сағаттарда солтүстік мен солтүстік батысы мен орталығында тұман күтіледі. Түнде Қостанай, Ақтөбе облыстарының солтүстігінде, солтүстік Қазақстан облысының батысында, Ақмола облысының батысы мен солтүстігінде топырақ бетінде 2-3 градус үсік күтіледі. Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, Алтай облысының орталығында, Абай Қостанай облыстарының оңтүстігінде, Атырау облысының солтүстік батысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік шығысында, Қызылорда облысының батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстік батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда облысының Қазалы ауданында, Түркістан облысының Шөлді аудандарында, Абай облысының Үржар ауданында төтенше өрт қаупі сақталады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Аптаның соңғы жаңалықтарын алғашқыда біліңіз келсе, бізге қосылыңыз.